қазір ортаға асықтарымызды шашқан кезімізде асықтарымызды ортаға опай тігеміз. Бір асық қалдырып, қалған асықтарымызды ортаға тігеміз. Сол асықтарымызды мына жерге тұрып, лақтырып, көздеп, дәлдеп ойнаймыз. Әмина, жақсы ма? Кәне, лақтырамыз. Кім опай алмай қалады, сол менің тапсырмаларымды орындайды. Келістік па? Талапай, талапай, ойын басталды. Алапай, кәне, асықтарды аламыз, кәне. Кәне, аламыз. Ал, қанасы кімге түсті? Қанасы кімге түсті? Қанасы кімге түсті? Назгүлге түсті. Демек, ойынды Назгүл бірінші болып бастайды. Кәне, бір-бір асықтан қалды, қалған асықтарымызды ортаға опай тігеміз. Опайларымызды тігеміз, кәне. Әмір кел тіге ғой. Әмір қойып тіге ғой, кәне. Кәне, тұрамыз, мына жерден қалған балар тұра қоямыз. Назгүл тұра қой. Әмір қалдырдың ғой, өзіңе асық келе ғой, тұра қой. Кәне, тұра қой. Екеу асық, қалтама салып, қоржынға сала қой. Кәне, Назгүл, көзімізді дәлдеп, асықтарға атамыз, кәне. Жарайсың, Назгүл. Кәне, аяны лақтыра қой. Қабат деген ай тимей қалды, аяны осында тұра қой. Мен саған, демек сен менің тапсырмамды орындайсың. Келістік па? Бізде алда қандай мереке келе жатыр? Аналар күні келе жатыр. Жарайсың. Міне балалар, көрдіңдер ме? Сендерге ойын осылай лақтырып ойнаған ұнайды ма? Әмір бері қарай тұра қой. Ұнайды ма? Келесі жолы біз барлық достарымызды жинап әкеліп бірге ойнаймыз ба? Ойынның шарты сендерге қызықты болды ма? Түсінікті болды ма? Жарайсыңдар балалар. Біз келесі жолы достарымызбен тағы да осылай асық ойынын ойнайтын боламыз. Хан талапай ойын. Жақсы ма?